Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Әйгерім бейсенбі подкастымыздың кезекті санын бастаймыз. Бүгін бізде ерекше қонақтар және де ерекше тақырып. Қонақта менің әріптестерім, журналистер, және де тақырып дін және журналистика деп алып отырмыз. Қонақтарымызды таныстырып өтсек, Казислам ақпараттық порталының бас редакторы Ескендір Зұлхарнай ағамыз, журналист, тележүргізуші Қайырбек Баймырза және де дінтанушы Роман Бұрқаш. Қош келдіңіздер. Енді ерекше тақырып деп ойлаймын. Себебі дін саласы өзекті салалардың бірі. Дін саласында ақпарат тарату да өте өзекті деп ойлаймын. Және де бірінші сұрағымды Ескендір аға сізден бастағым келіп тұр. Бізде діни журналистика қалыптасып үлгерді ме? Ассаламағалейкум. Сұрағыңызға рахмет. Бізде қазіргі күні діни журналистика әлі де қалыптасу үстінде. Жалпы бұл тәуелсіз қалған кездерден басталған. Негізі газет шығару, журнал шығару. Сол кезде елімізде жалпы сайт деген, әлеуметтік желі деген әлі болмай тұрған кезде еліміздегі бірден бір ақпарат көзі Ислам және өркениет деген газет болатын. Ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан шықты. Біз сол газетті шығардық кезінде. Сол кезден бастап елімізде діни журналистика қалыптасты. Енді жалпы қазіргі күні әрине қазір көбейді. Қазір әлеуметтік желілерден бөлек сайттар бар, телеарна бар. Негізі бұл сала өте өзекті салалардың бірі. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, дін деген ол өте маңызды мәселе. Қазіргі күні неше түрлі теріс діни ағымдар бар. Соған байланысты бұл саланың әлде дамыту керек. Қазіргі күні енді Құдайға шүкір тілшілер көп, дін туралы жазу білетін, бірақ енді өкінішке қарай әлде аздау кішкене. Соған байланысты енді бұл саланы әлде бір қалыптасу үстіндегі сала деп айтуға болады. Енді сіз Казислам порталында бас редактор болып қызмет атқарасыз. Журналистерді таңдаған кезде, жұмысқа алған кезде қалай таңдайсыз? Оның діни бір сауаттылығы болу керек пе? Дін саласында мақала жазған кезде, немесе дін саласында ақпарат таратқан кезде қандай қасиет болу керек журналистің бойында? Оған негізі дінді білуіне біз қараймыз. Бірақ енді жалпы діни білімі бар деген талап қою керек ондай. Өйткені қазір енді өзі дін танушы, өзі журналист деген адамдар қазір аз ондай. Сондықтан деген біз енді негізінен журналистің жазуына қараймыз. Бірақ енді діннен хабар болу керек. Діннен хабар болу керек. Сұрақ қоямыз, жалпы мазхаб деген не, жалпы дін туралы қандай білімі бар, соған байланысты қараймыз. Енді Қайырбек мырза, сіз тележүргізушісіз, әрі журналистсіз. Дін саласы сізге қаншалықты жақын? Мысалы, өнер туралы, шоу-бизнес туралы, және де спорт туралы деп айтсақ болады. Жазу оңайырақ. Бірақ дін саласы айтамыз нәзік. Саясат сияқты ғой. Мен сіз саяси тақырыптарда көбінесе жазасыз, жүргізесіз жаңалықтар. Қалай ойлайсыз? Түсінікті сұрағыңыз. Қайырлы күн әріптестер, алдымен. Өте өзекті мәселе. Қазіргі таңда оның үстіне өзектілігі айқындап келе жатыр, сіз айтып кеткендей. Негізі өз басым, өзіме келетін болсам, мен журналистик салада жүргенде 10 жыл болды, практикамды айтсам. Енді мен өзімді негізі жан-жақты журналистпін деп есептеймін. Өйткені бала кезден іс тәжірибеге келген уақытта өнерден бастадық, театрға бардық, концерт түсіріп бастадық, концерт туралы мәліметтер бердік. Ары қарай ауа райында айтқан кездер болды, ертең күн күрт суытады, күн жылыйды деген сияқты. Одан кейін бертін келе жайлап экономика туралы жазып бастадық. Саясатқа енді бірден келе түскен жоқпыз. Одан кейін барып шыңдала түсіп саясатқа бет бұрдық қой. Енді былай қарап отырсам, қазір мысалға дін туралы дінге қатысты мақалалар мен көп жаза қоймаппын. Жаздық қандай уақытта? Ораза ұстайтын кезде, айт намазы кезінде, құрбан айт кезінде, өйткені ертең құрбан айт болады, құрбан айттың маңыздылығына тоқталамыз, оның қандай қасиеттер бар, қандай не істеу керек сол күндер деген сияқты. Бірақ енді журналистер енді ренжи қоймас. Дегенмен біз барлық саланы мен айтып отырмын, жан-жақты білем деген өзіне мен мақтанып айтып отырған жоқпын. Тек үстіртін білеміз. Жететісіне бермейміз.
иә құрбан айт болады, иә құрбандыққа мал шалынады, иә пітір садақа жасайды деген сияқты. Оның түбіне келе мысалға пітір садақаның бағасын қалай есептейді, неге ондай, мысалға қателеспесем биыл 350 болды ма, 400 теңге болды, мысалға айтсақ, былтыр ол аз да болды, келесі жылы көбейеді, неге, неліктен, ол қандай негіздерге қарап өлшенеді деген сияқты сұрақтарды мысалы өз басым білмеймін. Тек мен емес, көбі біле бермейді. Сондықтан бұл жерде менің ойымша дін жағынан да журналистердің білімін де арттыру керек шығар. Ілімін жетілдіру аясында меніңше бұл жерде түбінен бастау керек. Ол университеттерде, яғни журналистика факультеті бар университеттер нақты енді бір бөлек бір кафедра ашылсын демеймін, бір семестр, иә, бізде оқыдық кезінде, егер шамалас бітірдік қой енді, иә, заң тұрғысынан оқыдық, иә, дінтану болды, иә, бірақ бір семестр, иә, жарты жыл. Мысалға сентябрьде бастасақ, декабрьге дейін оқитынбыз. Одан кейін барып болды, ол жарты жылдық біліммен жаңағы дінтануды оқып аламыз, жарты жыл заңды оқимыз. Содан кейін барып журналистерге бәрін үйретеді ғой, жаңағы әр саладан, бірақ жарты жылдан. Мысалға менің сол кезде оқыған заңым да, сол кезде оқыған дінтану да кішкене есімде жоқ сияқты. Мүмкін оны іс тәжірибеде де қолдана білемін. Саланың өзінің ішіне кіргенде барып жаңағыдай белгілі болады. Енді теоретически оқыған кезде қатты есінде қалмайды ол. Мен сіздердің осы әңгімелеріңізге қоса кетейін. Менде мысалға діни журналистика деген кезде мынандай бір нәрсе елестейді. Біріншісі, бір белгілі бір діннің немесе бір белгілі бір мазхабтың немесе бір белгілі бір конфессия, бір топтың, белгілі бір жамағаттың атынан жазатын. Олар мысалға уағыздың айналасында жазылатын журналистика. Екіншісі тарапсыз, кәдімгі таза, бейтарап журналистика. Зайырлық тұрғысынан қарайды, мысалға. Ешкімге жаңағыдай не болмайды. Осында бір екі бағыт бар да, көбінесе бізде дін қашаннан бері қатты айтыла бастады. Осында 2000 жылдардан кейін айтыла бастады. Неге? Өйткені дін деген ол жай нәрсе емес екен, ол өте қауіпті болғанда қалай? Егер дұрыс түсінілмесе, дұрыс жаңағы ақпарат таратылмаса, тіпті бір мемлекеттің тәуелсіздігіне де нұқсан келтіретіндей не екен? Өйткені көбейіп бар жатыр ғой. Нәзік мәселе деп айтады ғой қазір, сол күшті бір сөз болған ғой, дін деген ол нәзік мәселе деп. Ол шынында да нәзік мәселе. Себебі жаңа сіз айтып отырсыз ғой, сөзіңіз аузыңызда. 2000 жылдардан бері бізге миссионерлер келді. 90 жылдардан кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін, 2000 жылға дейін бізде миссионерлер келді. Оларға біз қой деген жоқпыз. Одан кейін барып 2000 жылдары бізде уже проблема. Енді оған дейін тіпті жаңағы діни заңның өзі бар ма жоқ па ешкім білмейді жаңағы. Жарылыстар, неше түрлі жаңағы қарулы бір қақтығыстар болғаннан кейін барып шығып жатыр да. Бұрын дін деген ол құрбан айт, дін деген ол ораза деп жаңағы бір момын. Дін деген мысалға біз исламмен де қатып қалмайық. Бізде негізі басқа діндер де бар ғой, Қазақстан зайыр мемлекетпіз деп айтамыз. Содан кейін мен бір былай үстінен бір қараған кезде бір екі журналистика бар. Біреуі белгілі бір діннің белгілі бір көзқарастың өкілі ретінде сол көзқарасты халыққа насихаттайтын сала. Мысалға, ол жерлерде көбінесе журналистерден көрі жазалатын молдалар жүретін ол жерде. Мысалға, біз жаңа діни университетте оқыдық па, аз кем бір әдебиеттен бірдеңеден хабар болатын болса, бір екі сөздің басын құрай алатын болса, соларға мақалалар жаздырып, уағыздар, басында бір хадис, бір аят, артынан өзің қорытынды сөзіңмен сөйтіп классикалық бір уағызды қағаз жүзінде көрсететін журналист. Ол журналистика деп айтуға келмейді шығар, бір ақпарат саласы ғой енді, бірақ ол да. Оны ғылыми мақала сияқты отыр. Иә. Одан кейін екінші бір журналистика бар. Енді мәселен қоғам болғаннан кейін, діндарлар көбейгеннен кейін, мешіт көбейгеннен кейін, күнделікті тұрмыс салттың арасында да бір жаңалықтар болады ғой. Сол кезде журналистер діннен айналып өте алмайтындай жағдайға келді. Мысалға бір жағдай болып жатыр, әйелін тастап кетті біреу. Неге тастап кетті? Сөйтсе бір жаққа кетіп қалыпты, ол жихад деп кетіпті, жаңағы тағы не дейді? 40 күндік дейді, сондайға кетіп қалыпты. Журналист бұл ақпаратты бергісі келеді. Бірақ хабар жоқ. Бірақ діннен хабар жоқ. Содан кейін түсініспеушіліктер туындайды да, бір қателіктер жіберсе, ертең діннің өкілдері айтады, сен мына термин дұрыс қолданбапсың, мына терминді дұрыс қолданбапсың, немесе сен... Сіз айтып тұрғаныңыз ол не ғой? Аналитика мақала. Иә, аналитика. Сондықтан журналистика дегенде осы ақпарат саласында екі топ бар. Біріншісі зайырлық, зайырлы тұрғысынан жазғысы келеді, бөлсе болады. Екіншісі жаңа белгілі бір ненің өкілі. Сіздің әңгімеңіздің жалғасы
жалпы мына деген кез келген журналист, ол деген ең басында бастаған кезде жалпы журналистиканы ол жаңағы белгілі бір салаға бейімделу керек. Мысалға бүгін жаңа барып спортты жазсаң, ертең барып жаңа дінді жазсаң, одан кейін мәдениетті жазатын болсаң, онда ол жаңа сіз айтқандай үстіртін ғана жазасың да, үстіртін ар жағында тереңіне бойлай алмайсың. Сол үшін ол бойлау үшін ол ең басында бастағаннан бастап бір салаға бейімделу керек. Мысалы экономиканы жазасың тек қана, экономиканың бүкіл жаңа терминдерін білесің дегендей. Сол сияқты жаңа мысалға егер біздер мысалы осы экономика бойынша бір неге болса жиналысқа барсақ, ол жерде бір жаңа терминдерін айтса, біз оны түсінбеуіміз мүмкін ар жағында. Жаңағы ВВП дей ма, бірдеңе дейді, ол түсіну қиын ғой дейді. Оған жаңа сол салаға бейімделген адамға түсінеді. Енді жаңа сол үшін жаңа журналистика ол осы бір салаға бейімделу керек. Ол соны оқып, сол санада үнемі жиналыстарына қатысып, сол кезде ол деген сол саланың маманы болады. Онда анау республикалық діни газеттерден бөлек республикалық газеттер бар, мысалы заң дейді, тағы қандай газеттер бар жаңағы. Айқын дейді, басқа дейді. Соларда да бір қызығушылық болу керек, оларда да бір дін жайлы жазалатын журналистер қажет. Айдар ашу керек шығар оларға да. Штаб айдар ашу керек олар сонда. Егер де осындай сұраныстар болатын болса, ұсыныстар болатын болса, меніңше міндетті түрде ашылады. Мысалға жаңағы сіз айтып өттіңіз ғой, білместік бір оқиға есіме түсіп кетті. Ресейде, қателеспесем, осыдан бірнеше жыл бұрын колледжда студент жігіт атып жаңағы өзінің құрдастарын атып тастады деген жаңалық шықты ғой. Содан кейін енді қазақстандық журналистер сол мақаланы алып, ол жерде жазылған екен, Ресейде тыйым салынған Иегова куәгерлері деген жаңағы діни ұйымнан екен, анасы сол үшін деген сияқты мақала жазылған. Соны қазақстандық журналистер алғанда дәл солай тақырыбында өзгертпеген, анасы жаңағы Иегова куәгерлерінен болған, ол жаңағы тыйым салынған ұйым деп беріп жіберген. Ал біздің Қазақстанда мысалға алатын болсақ, Иегова куәгерлері олар тіркелген ұйым болып саналады. Мысалға шетелдік мақалаларды аударған кезде қазақстандыққа жаңағы адаптация деп айтады ғой, біздің қазақстандық жаңағы заңнамаға сәйкес, қазақстандық менталитетке сәйкес адаптация жасау керек деп ойлаймын. Енді осы жерде тағы бір заңды сұрақ туындайды да, мысалға қалай енді бәрібір біз діннен осы қанша дегенмен зайырлы мемлекет дегенмен, демократия дегенмен, тем более тіпті демократияның өзінде ол дінге көп көңіл бөлу керек болып қалады. Мысалға Англияны алыңыз, Американы алыңыз, қаншалықты демократ бола бастағаннан соншалықты дінге, діни сенімге еркіндік бере бастайсыз. Демек, дін ол адам қазақстандықтардың алдына үнемі шыға беретін. Жақсы болсын, жаман болсын, жағымды болсын, жағымсыз болсын, алдымыздан шыға береді ол енді. Бұдан қашып құтыла алмайсыз, ешкім тыйып тастамайды. Тыйып тастасаң керісінше радикалданады, жасырын дами бастайды деген сияқты ғой. Енді осы жерде бір ақпарат саласында жүрсіздер, журналистика, дін саласында екі ұстап қатар алып жүрсіздер ғой. Мынандай бір менде не туындайды, сұрақ туындайды. Өзімізде мақала жаздық газеттерге, дін жайлы жаңа ақпарат құралдарында, видео, телеарналарда сөйледік, неттік. Енді анандай қалай бір молдадан бір жақсы дін жайлы жазатын бір журналист шыға ма, әлде журналисті сәл діни білімін оқытып, тереңдетіп алған дұрыс па? Мен дін саласына келгеніме, басында Қайырбек екеуміз бірге жұмыс жасадық. Экономика саласынан жүріп, дінге ауысқан кезде, енді өзімнің басымнан өтті ғой, кішкене қиынырақ болды. Себебі экономика бөлек, саясат бөлек, жаңалықтар ол бөлек, бірақ дін саласы өте басқа. Мысалы, келдім, жаңа тек қана енді ислам туралы жазбаймыз ғой, басқа да діндер туралы жазасың, басында түсінбейсің. Христиан діннің өзі қаншаға бөлінеді, исламның ішінде қанша ағымдар бар, қанша жат ағымдар бар деген сияқты. Жаңағы айтып өтті ғой, Қайырбек мырза да. Құрбан айт, құрбан айт келеді. Тура құрбан айттың кезінде ауыстым менде осы салаға. Сол кезде жаңағы мақала жазған кезде, видео түсірген кезде шыны керек қиын болды. Сондықтан мен ойлаймын, журналистерге, журналист болып оқыдық қой, салалық жаңағы соңғы курста, мүмкін 4-ші курста, 3-ші курста 1 жыл таңдау керек. Журналист, діни журналист болатын болсаң, дін саласында сен машықтануың керек. Себебі жаңа сіз айтып отырсыз ғой, молда, немесе дінтанушы, олар көбінесе ғылыми тілде жазады.
қоғам оны түсінбейді. Мысалға, бірақ сөз деструктивті діни ағым. Мен түсінем қазір, ол қандай ағым екен, бірақ оны көріп отырған, оқып отырған адам түсінбеуі мүмкін. Соны ашып, әдемілеп, халыққа түсінікті етіп жазу ол журналистің міндеті. Сондықтан да жаңағы салалы журналистика менің ойымша керек. Жақсы, сұрағыңызға байланысты, жалпы нені журналистиканың өзі ішінде өзінің бөлінеді ғой. Несі? Жанрлары. Публицистика деген бар, сосын ғылыми журналистика деген бар. Соның ішінде жаңа публицистика деген ол жаңа бүгінгі таңдағы кез келген бір проблеманы жазу. Ол экономика бола ма, ол дін бола ма. Соған байланысты жаңағы журналистер егер өздері жаңа діни ілімін тереңдетіп сол нетін болса, онда деген жаңағы сол оған журналистердің дінді үйренгені жақсы, жаңа айтқандай. Ал енді жаңағы дін туралы жаңа ғылыми мақала болатын болса, оған имамдардың өздері жазған жақсы. Имамдар өздері журналистиканы меңгеріп, сол толай. Ендір ағамыздың жұмыс істейтін жері, сіз редакторсыз, Казислам. Казисламның мысалға ашылу мақсаты, мүддесі сол неге мемлекеттің зайырлығына әдемі сәйкес келеді. Бұл кісілер ешкімнен, ешқандай топтан ешкім қаржыландырылмайды. Бұл кісілер тәуелсіз үкіметтен ғана не алады, қаржы алады. Сондықтан бұл жерде сәл объективность бар да. Ал жаңағы кейбір нелер бар, кейбір ақпарат құралдары бар, олар белгілі бір көзқарас. Ол жерге мысалы мен сырттан келіп, мен дін оқыдым, бірақ жазу сызудан да хабарым бар, мені жұмысқа аласыңдар ма десем, бірінші отырып, сенің музыкаға байланысты көзқарасың қандай, әйелің орамал таға ма тақпай ма, сен үйде өзің намаз оқисың ба оқымайсың ба, сен жалпы пәленше деген ғалымды мойындайсың ба мойындамайсың ба, вот міне сондай да сұрақтар. Енді осы жерде ашып айтайық, осы жерден ашып айтайық, енді сіз астартында түсіндіргіңіз келіп жатыр ғой. Деструктивті діни ағым өкілдері осы ақпарат саласында қаншалықты белсенді деп ойлайсыздар? Сіздің айтқыңыз келе отырған нәрсені мен түсіндім. Осыған келе жатқан сияқты жаңағы деструктивті діни ағым өкілі отырады, сенің әйелің міндетті түрде орамал тағу керек, сен белгілі бір ғалымды пір тұтуың керек. Бір жағынан мынандай бір нәрсе ғой, біз қазір менде қоспереш кезінде естіген, мен жаңағы бір ақпарат құралына жұмысқа тұру үшін намаз оқу керек деген. Ондай да бар, қойған, талап та қойған. Ондай да бар. Талай журналист әріптестер, кімдер, достарымыз бар ғой, соларды айтады, белгілі бір нелерде сондай намаз оқымағаныңа қарайды дейді ғой енді. Қалай оқып жаңағы олар сияқты намаз оқыған кезде қалай оқисың? Контенттің мазмұнына қарай. Біз мысалға ислам дінінің өкілі болсақ, ислам дінін барынша халыққа жақсы түсіндіретін болсақ, біз енді ол жерге атеистті алмайды ешкім жұмысқа, былайынша айтқанда. Енді ол діни көзқарасына. Ол жерде жаңағы пайғамбарымыз жайлы дұрыс емес көзқарастағы адамды алмайсың, ол енді белгілі ғой деген сияқты ғой. Мысалға Иегова куәгерлері, мысалға өзінің кітаптары бар ғой, қазақша нелер. Ол мұсылмандар неге дін ұстанатын кәдімгі ислам дінін оқыған адамдарға олар кітап жаздырмайды. Олар да жазбайды оның кітабын деген сияқты. Сондықтан көзқарастар, қақтығыстары болады. Енді жаңа сіздің деструктивті ағым өкілдерінің ақпарат саласында қаншалықты белсенді деген кезде, мынау түсін түстеп, мысалға атын атамай қояйық. Жоқ, мысалға біреуге деструктивті ағым өкілдері дегеннің өзі, ол қылмыскер деген, бұлар қылмыскер деп айтумен бірдей ғой, былайынша айтқанда. Ол бұлай белгілі бір жағдайда бұл өте қауіпті термин. Өйткені пәленшелер деструктивті ағым өкілдері десең, онда оған жала жапқан боласың. Егер айтқан сөзіңіз дұрыс болмаса, ол деген сияқты. Бірақ мен нететінім, айтатыным, субъективті ойыңыз ғой енді. Мысалға деструктивті ағым өкілдері белгілі бір жаңағы біздің қазақтың дүниетанымына, дәстүрлі жаңағы діни көзқарастарына жат, тіпті кейбір бейресми нелерде сырттан қаржыландырылатын деген секілді ағым өкілдерінің үлкен ықпалы болды ақпарат құралдарында да, жеке өздерінің ақпарат құрал көздері де болды, әлі де бар. Одан кейін белгілі бір ресми жаңа ақпарат құралдарында қызметте де өздерінің адамдары болды деп. Оны енді бәрі біледі мысалға. Себебі кейбір болып атқан оқиғаларда оны байқап та отырады. Сондықтан бізде сосын бұрын қалай деп айтатын еді, бұрын сәл тәуелсіздік шамалы бір бейтараптық бар еді.
дінге қатысты контент жасаудың өзі қауіпті болып тұр ғой, сіздің сөздеріңізге сүйенсек. Енді сіз телевидение саласында жүрсіз, тележүргізушісіз. Әсіресе осы жаңалық таратқан кезде белгілі бір діни проблема болды дейік, діни жағдай болсын делік, ақпарат таратқан кезде қиын емес па? Мысалға, журналистер жазып береді. Бейтараптық бағыт ұстанамыз, көзқарасты. Бұл біздің жағдайда анау былай деді, мынау былай деді. Имамның айтуы бойынша былай болады, полицейлердің хабарлауынша былай болады. Енді біз бұл жерде ешқандай да баға бермейміз ғой. Бұл жерде аса қатты қиындық туындай қоймайды. Бірақ жаңағыдай кім айтқандай, Ескендір аға айтқандай, аналитикалық тұрғыдан жазатын болса, әрине бұл жерде біреудің ықпалына түсіп кетпес үшін қалай сақтану керек деген сияқты сұрақтар эксперттер болу керек қой, әрбір неде сондай. Өйткені медиа деген бұл бізде бәріміз білеміз, ол үлкен күш, ол идеология. Яғни біз қандай ақпарат таратсақ, халықты солай іште жұтады, сол бойынша ары қалыптасады ой танымы. Бұл жерде жалпы қалай енді бізде сенім бар ма? Мысалға жаңағыдай сіздің сайтқа, газетке мысал айтсақ, қалай бізде бекіте ме ол? Бақылау қалай жүргізіледі? Осы мәселен Қазислам сайтын жұртқа оқуға болады деген сияқты. Жалпақ тілмен айтсақ. Сенімді дерек көзі дейтін дей ма? Сенімді дерек көздер. Айта кетейін, біздің жаңағы діндер зерттеу орталығы мен акиматтың сайтында көрсетілген сенімді дерек көздері, қандай сенімді дерек көздері бар, және де қандай сайттардан алшақ болған дұрыс. Сондай бізде көрсетілген. Яғни нақты бір бақылау жүргізіледі. Нақты бақылау жүргізіледі. Бүкіл еліміздегі дін істер комитеті, дін істер басқармаларының барлығы күн сайын интернеттің ішін бақылап отырады. Әлеуметтік желілер бар, онда парақшалар бар, сосын бір сайттар бар. Соның ішінде жаңағы егер несі идеологиясы басқа болатын болса, оның бәрін жауып отырады бірден. Сондай. Онда белгілі бір жағдайда не бар, Қазір енді көбіне жаңа деструктивті діни ағымдардың өкілдері әлеуметтік желіде қазір. Кезінде карантин болды ғой, карантин кезінде әсіресе сол кезде барлығы соған көшті, түгелде 100%. Енді қазір әлеуметтік желіде осы теріс ағымдардың өкілдері өте белсенді. Содан кейін не бар да, жаңа біз айттық қой, қозғадық өзі, дін адамдарының өзі екіге бөлінеді, дін мамандары. Бірі дәстүрлі бір көзқарас ұстанатын жаңағы. Екіншісі тәуелсіз дінтанушылар. Бізде көбінесе мына тәуелсіз дінтанушылар аздауда, кімдер теологтар, ислам танушылар көбірек. Сондықтан кейде мысалға қалай деп айтсақ болады, деструктивті ағымдармен күрес деген орталықтар бар ғой. Кейбір орталықтар солай ашылады. Жаңа тәуелсіз мамандар тартады. Белгілі бір уақыттан кейін жаңа қалай деп айтсақ болады. Ол ғылыми әңгіме емес, ғылыми мақала емес, ана жер бір уағыз тарататын бір орталыққа айналып кете береді. Молдалық бір мешіттің жаңа бір филиалы секілді. Сондықтан бізде тәуелсіз тарапсыз дейді ғой, бейтарап мамандар көп жетіспейді бізде. Мысалы, кейбір кезде дін саласында тек қана жаңағы біздің дініміз, асыл дініміз, тек қана насихаттап отыра бермейді ғой. Таза ақпараттарды беру керек болып қалады. Мысалы, дін саласында кейбір жаңағы діни ортада кейбір блоктар болатын болса, жаңағыдай қалай деп айтады бұны, расследование дейді ғой жаңағы. Тергеуге байланысты, мысалға журналистика, сіз жаңа салалық журналистикада айттыңыз, ондайда мәселелер айтылу керек болады. Сондықтан тарапсыз журналист, бейтарап журналист, бейтарап дінтанушы дегендерді көп керек осы дін саласында жазуға. Ол үшін қазіргі таңда әлеуметтік желі бар сияқты. Мысалға, сіз айтып отырсыз ғой, деструктивті діни ағым өкілдері қазіргі таңда осы әлеуметтік желі арқылы бүкіл жаңа ақпараттарын таратады, адамдармен сөйлеседі, оларды арбайды, алдайды. Керек десеңіздер, өздерінің жақтарына өткізіп алу үшін барлық дүниені жасайды. Ол үшін қазір телевидениеде керек болмай қалды. Менің ойымша, қазір телевидение кішкене кенже қалып бара жатқан сияқты. Орнына YouTube, жаңағы әртүрлі бағдарламалар, өздерінің TikTok, қолыңда камераң болса, телевизор көрілмесе де қазір көп бағдарламалар, көп
телеарналардың барлығының дерлік YouTube каналы бар ғой. Жоқ, енді адамдардың қолында камерасы мен штативі болса, алдына қояды да уағызын айта береді, керек дүниесін халыққа жеткізе береді. Жақында ғана шықты ғой, подкаст қыздар, ұлдар жиналып алады. Енді қазір атын айтпай қояйын, бірақ деструктивті діни ағымның өкілдері отырып жаңағы подкасттарын түсіреді, және де ютубта оған шектеу жоқ. Көрем деген адам көреді, комментарий қалдырам деген адам қалдырады. Сондықтан интернет бар кезде, әлеуметтік желі бар кезде, қазір сөйлейтін адамға жаңа қолында камерасы болса болды сияқты. Негізі оларға деген ең басты қарсы тұратын жол жаңа қарт насихат болу керек, үнемі қарт насихат. Өйткені әлеуметтік желідегі нені жаңа полностью жауып тастау мүмкін емес. Біреуін жабасын, екінші шығады, ол кете беретін нәрсе. Сондықтан біздің тараптан қарт насихат күшті болу керек. Діни ақпарат таратқан кезде сіздер неге мән бересіздер? Онда діни ақпарат жазған кезде жалпы мақала болсын, жаңалық болсын, ең бірінші ол еліміздің заңдарына қайшы келмеу керек, одан кейін өзіміздің дәстүрлі діндерімізге қайшы келмеу керек. Ал мысалы діни терминдер бар ғой, халық оны түсіне бермеуі мүмкін. Сол діни терминдерді орысша айтқанда упрощенный вариантын жасауға болады ма, осы қоғамға түсінікті болу үшін? Біз енді діни басқарма тарапынан сондай бір кітап шыққан, жалпы еліміздегі ең жиі қолданылатын діни терминдері. Бірақ енді халыққа біз енді көбіне жазған кезде жаңағы бір исламдағы бір ауыр терминнің тілмен емес, қарапайым жазуға тырысамыз. Оның несін қазақша вариантын жазып түсіндіріп дегенде сондай. Енді ол кітапшаны біз журналистерге сыйға беру керек сияқты, Қайырбек? Себебі алдында маған журналист хабарласты, біздің еліміздегі бір телеканалдың журналисті, өте танымал телеканалдың хабарласады. Енді мен дін туралы сұрақтар болып тұр, сонымен жаңағы әңгімемді айтып жатырмын, сұхбат беретін адам жайлы айтып жатыр, мен ортасында терминдерім кетіп қалуы мүмкін. Ана кісі жаңағы сұрап жатыр да, ол қалай, мынау қалай деген сияқты терминдерді журналистердің өзі кішкене түсінбей қалады. Дін жайлы тек қана, кешіріңіз, дін жайлы тек қана молдалар жаза берсе, солай болады. Мысалға, дін адамдардың көбісі қаяқтан оқыды. Мысалы, басы Саудиядан оқыды, жаңа Пакистаннан оқыды, одан кейін Мысырдан көбісі оқып келді, одан кейін Түркиядан оқып келеді. Көзін ашқалы бері дін оқып келе жатқан адам. Ол белгілі бір ол жаққа барып, мәдениетімен, тілімен ассимиляцияға түседі. Бері мына жаққа келгеннен кейін ол жартысы сөзінің жартысы түркше, жартысы қазақша, немесе жартысы арабша. Ойлайды ғой енді қазақта да бұл сөздер бар шығар деп ойлайды ғой жаңағы. Осы жерде маған бір ойыма бір сұрақ келіп тұр. Біздің жаңағы қазақ тілінде қазіргі таңда осы бұрын орыс тілімен күрессек, менше қазір араб тілімен күресу басталған сияқты. Әркімнің жаңағы екі сөзінің бірі альхамдулилля, жаңағы машалла. Мысалы, айтсын, бірақ оның қазақша баламалары бар ғой. Сондықтан жаңа айтып отқаным ғой, ақпарат тарататындардың діни білімінен гөрі жалпы қазақшалауға бола ма деген сұрақ туындайды. Өйткені бұған дейін де екі жаққа бөлінді да халық дейтін жұрт, яғни сарапшылар. Бірі айтады, қазақшалау болмайды, қазақшалайтын болса, онда біз намаз оқуда дағы жаңағы сүрелерді қазақша аударайық дейді, керек болса дейді. Ал екінші тарап айтады, мысалы қазір соңғы уақытта мақыр пайда болды, мен түсінбедім кейбір кездері мақыр деген не өзі деп. Маған былай түсіндіргенде қалың мал дегендей түсіндірді. Түбінде ол жесір қалғанда немесе асыраушысынан айырылған уақытта сол ақшаға күн көру керек деген сияқты. Діни журналистикаға келіп, діни бір газеттің редакторы болуы, бұл былайынша айтқанда үлкен не ғой жаңағы. Енді ол резонанс тудыратын нәрсе ме? Сосын ертең ол Мұнара газетінде кез келген сөйлемге, мақалаға ол қарайды. Мына жерінде сәл өзінің жаңағы Мысырдағы қолданып жүрген көп сөздерін қосып қойыпты. Бұны бір дұрыстап редакциялайық. Солай тазаланады тіл. Мысалға, Есекенге өзі талай алдынан жүрсіз ғой, Қайырбек мырза. Мысалға айта кетсек, журфакта ағайымыз бар еді ғой. Мысалы, ассалаумағалейкум деп амандаспаңдар дейтін.
эфирде отырсам да армысыздар деп амандасыңыздар деп. Өйткені ассалаумағалейкум ол жаңа енді Алланың нұры жаусын дейді ғой, бірақ ол арабтардан келген сөз, оны қолданбаңдар, бізге ұрсатын кезінде. Армысыздар деп қолданыңыздар деп айтатын. Мысалы. Ол екеуміз енді журналистикада оқыдық қой, екеуміз замандаспыз енді, Казгуды бітірдік. Сол бізде де ұстаздарымыз айтатын, жаңағы тілді шұбарламаңдар. Егер қазақша сөйлесең, қазақша сұхбат алсаң, тек қана қазақша ал деп. Ол жерде сосын кейбір арабша терминдердің, мысалы діни терминдердің қазақшасын білмей, амал жоқ сол арабшасын қолдану деген тенденциядан бөлек басқа да бір себептер бар бұның. Мысалға бұл жерде жаңа діни тұрғыдан айтатын болса, жаңа теология тұрғысынан бұл жерде буквализм дегенде ауру бар. Адам мысалға Құдайға шүкір деген сөз бар ғой енді, әлхамдулилля деген сөздің тікелей баламасы. Бұны ғасырлар бойы біздің ата-бабамыз қолданып келді. Мысалға бәрекелді деген сөз, бәракаллаху деген сөздің қазір осы сөз баракаллаху несі ғой, қазақша баламасы ғой мысалға, не жарекім алла дейді мысалға. Біз жақта түшкірген адамға жарекім алла дейді. Жарекім алла деген, ярхамхалла деген арабша сөздің қазақшаланған түрі да мысалға. Енді бұл жерде буквализм қалай әсерін тигізіп жатыр? Адам айтады, мен әлхамдулилля деп айтпасаң, құлшылығы қабылды болмайтын секілді. Неғұрлым арабша айтсам, сол неғұрлым арабша жақынырақ боламын. Оғұрлым жаңағы. Бұл жерде тіл мәселесінен бұрында жаңағы теология үлкен енді аурулар бар. Жаңа сіз айтып отырған бір өзін айттыңыз ғой, Құдайға жақынырақ қылып, немесе бір иманды адам ретінде көрінгісі келіп, жаңағы арабша сөздерді қолданып, аяқ жағында жаңағы орыс тіліміз бар, шұбарланып атқан, араб тілі қосылса оған, онымен қоса жаңа терминдер келіп жатыр, аяқ жағында қазақ тілімізді ұмытып қалмайық деген шыны керек, менде қорқыныш пайда. Дін саласында проблема жоқ емес, бар. Ол проблемаларды халыққа жеткізе білу, жаңағы дәстүрлі дінімізді халыққа дұрыс жеткізе білу, ол журналистердің міндеті. Сондықтан да осы тақырыпты бүгін алып отырмын. Тақырыбымыз енді ашылды деп ойлаймын. Егерде адамдарға ой салсақ, мүмкін әріптестеріміз көріп, біздің журналист әріптестеріміз көріп, өздеріне ой түйіндейтін шығар. Осы подкастымыздан бір түйін мен де қосып жіберейінші. Десек те жаңа дұрыс шығар, енді екі тарапта бар ғой, біреу арабша қалу керек дейді, біреу қазақша қалу керек дейді. Жаңа егер айтпақшы ертең тіліміз жұтылып кетпей ма деген сияқты ғой. Енді оны салдарымен емес, себебімен күресейік та. Меніңше барынша қазақшалауға тиіспіз, қазақшалау керек те. Мысалы айтатын болса, қарапайым кезінде тышқан дейтін еді, мышканы, мысалға компьютер, мысалға технология енген, техника енген уақытта тінтуір деп қазақшалады. Мысалы баламасы табылды. Тінтуір тінтіп жүреді. Кішкене келеді да, былай ақылға қонымды кішкене. Сол сияқты кез келген сөзді де қазақшалауға болады деген ойдамын, және осыны мықтап қолға алса. Енді 10 ғасырдан астам дінді ұстанған бір ел ғой, былайынша айтқанда. Ислам діні кеше келген дініміз. Демек, шәкәрімдерде, абайларда қолданды белгілі бір сөздерді. Оларды қазақшалады мысалға. Деген секілді. Одан кейін құбылыс болғаннан кейін оның несі болады? Жоқ, құбылыс түсінемін, кірме сөздер де болады, ол теория бойынша да. Десек те деймін да. Енді подкастымыз соңына таяп қалды. Жақсы ой алмастық деген ойдамын. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта осындай жақсы жиындарда, подкасттарда жолықтырамыз деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, қапы қалмаңыздар, кезекті подкастымызды күтіңіздер, сау саламатта болыңыздар.